Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қызылша қосылған салат бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір дана алма қажет болады. Сыртын ашып, тазалап, төрт бұрыштап турап, ыдысымызға саламыз. Үстіне қалауыңызша мейіз және консервадағы жүгері, және піскен қызылшаны төрт бұрыштап турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстіне майонез құйып араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысқа салып, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын!